Одан кейін не? Әл-калам, Алла Тағала сөйлеуші сөйлейді. Біз де сөйлейміз. Бірақ біздің сөйлеуіміз Алланыкіндей емес. Алла сөйлейді, біз сияқты тілмен, жақпен емес. Алла Тағала не? Машһуд Жүсіп Көпейұлы ағамыз айтады, Алла Тағала сөйлейді, біз сияқты жақпен, тілмен, ырғақпен емес дейді. Ал біз сөйлейміз, немен сөйлейміз? Бір тілде сөйлейміз. Не қазақ тілінде, не ағылшын тілінде, не орыс тілінде сөйлеп жатсың ғой. Тілмен сөйлейсің, жақпен сөйлейсің, дыбыс шығарасың аузыңыздан да. Біз осы тілге мұқтажбыз. Абдул-Қадир Жилани деген үлкен ғалым өткен. Алла рахматын алсын. Тіпті ол кісіні осы үмбеттің әулиелерінің бірі деп есептейді. Абдул-Қадир Жиланиді. Сол ғалым түнде мәселе қарап отырса, есігін қақты біреу. Барып кімсің десе, Абдул-Қадир Жилани, мен сенің құдайың болам. Бүгіннен бастап намаз оқымай-ақ қой. Білгеніңді қыл. Мен сенің кешірдім деген сөздер айтып жатыр аржағында дейді. Есіктің аржағында тұр ғой енді. Бұл мынағында тұр үйінде. Сол кезде Абдул-Қадир Жилани соңына шейін тыңдап тұрмай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим адулла деген. Ей, Алланың дұшпаны болған шайтан, мен сенен Алладан пана тілеймін деген сөздер айтқанда, сол кезде қатты бір ащы дауыс шығып дейді. Барып ақырында мен алыстап кетті дейді. Келесі күн дәрісте отырған кезде шәкірттеріне айтып берді. Ұстаз, түнде не болған? Сол кезде шәкірттері сұрады, ұстаз, оны қалай біліп қойдыңыз, Алла емес екен? Бізге де сондай келіп тұрса ажыратып алайық бізді. Ой, жақсы болды ғой. Деп, бауырлар, есің біреу қақсайтып тұрмаңыздар. Сол кезде ұстаз айтты, мен оның шайтан екенін мынадан біліп қойдым деді. Ол біздің тілімізде сөйледі дейді. Яғни қазақ тілінде сөйледі деген сияқты. Ал Алла Тағала қазақ тілінде, ағылшын тілінде, араб тілінде сөйлемейді. Алла Тағала сөйлейді, өзінің мутакаллим, сөйлеуші деген не? Сипатымен сөйлейді. Калламаллах Муса таклима деген аят бар Құранда. Муса алейхиссаламды Алла Тағала сөйлетті. Сөйледі, ол Алламен тілдесті. Алламен тіке тілдескен Муса алейхиссалам ғана. Ортада ешқандай періште болмастан тіке тілдескен ол Муса. Енді осы аяттың тәпсірінде ғұламалар бір ауыздан келіскен, Ахлу сүннат ва жамаат ғұламалары, Муса алейхиссалам ол Бани Исраил қауымына пайғамбар болып жіберілген. Яғни еврей. Ол кісі еврей тілінде сөйлескен жоқ Алламен дейді. Алла субхана ва тағала өзінің сөйлеуші деген сипатымен Мусаны сөйлетті деді. Муса алейхиссаламды Алланың сөйлеуші сипатымен сөйледі.